Bismillahirrahmanirrahim. Қазір біз мәйітті жуатын жерде тұрмыз. Мәйітті жуу мәселесін сіздерге таныстырып өткелі отырмыз. Бұл мәйітті жуу, бұл Адам алейхиссаламнан келіп жатқан жағдай. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисінде мархамат етіп келтіреді. Адам алейхиссалам дүниеден өткен кезде ол кісіні періштелер шомылдырған. Және Адам алейхиссаламның балдарына бұл сендердің мәйіттеріңді жуу жолы деп Адам алейхиссаламнан сол қалған амал екен. Бұны әрбір істеуіміз, әрбір мұсылманның мойнындағы міндеті. Мұсылман жамағат дүниеден өткен мәйітті жерлеуден бұрын осылай шомылдырып, жуындыруы парзы кифая болып саналады. Біз енді жуындыруымыз үшін бізге қажетті заттарды айтып өтетін болсақ, бірінші міне біздің ханафи мазхаб бойынша мәйітті жуындыру үшін жылы су қажет. Жылы су. Және бізге қажетті болатын заттар екінші бұл қолғап. Қазіргі таңда осы медициналық қолғаптарды қолданып жатырмыз. Міне осы қолғапты пайдаланамыз. Және бізге керекті заттар мына жерде шампунь сияқты және сабын сияқты керекті қажеттерді жұмсаймыз. Және бізге енді мәйітті жуындырар уақытта мәйітіміздің жағдайына қараймыз. Егер ол кісінің басы және дене бішімі бүтін болса, немесе басы болып, денесінің жартысы жоқ болса да, ол кісілерді жуындыруға болады. Ал енді денесінің жанып күйіп кетуі себебінен, немесе денесінде сондай су тиюі мүмкін болмайтын үзірлі жағдайлар болатын болса, ондай жағдайда ол кісіге біз таяммум жасатамыз. Таяммум дегені жер жынысы, таза топырақ немесе құмға қолымызды ұрамызда білезікке дейін, тірсекке дейін ашып, қолымызды жерге ұрып, мәйіттің бірінші бетіне сылаймыз, толық бетіне сылаймыз. Бетіне сылаймыз, жаңағы таяммум жасаған кезде топыраққа қолымызды ұрып, бетін сылап, таяммум жасаған жағдайда сол қолымызды тірсекке дейін ашып алып, топыраққа немесе жер жынысына қолымызды соғып, сол бірінші мәйіттің бетін сылаймыз. Және екінші рет қолымызды жер жынысына ұрып, бірінші қолын, оң қолынан бастаймыз, сылап, сол қолынан қайтарып, таяммум жасаймыз. Қол астынан қайтарып, сол. Осыны таяммум дейді. Бұл сондай жағы су тиюі мүмкін емес үзірлі жағдайларда осы мәйітке таяммум жасалады. Ондай жағдайлар, мысалы, әйелдер шомылдыратын жағдай болмаса, немесе ер кісілер әйелдермен, немесе әйел мен еркек болып, еркекті еркек жуындыра алмайтын жағдайда, немесе әйел кісі қайтыс болған жағдайда, еркек соны жуындыра алмайтын жағдайлар болса, не махрамы жоқ болса, өзіне жақын туысы болмаған жағдайда, солай таяммум жасатып, жерлесе болатын жағдай. Ал енді дені сондай су тигенде ыдырамайтын болса, онда әлбетте жағы мәйітті жуындырып кебіндеуге барлығымыз міндеттіміз. Егер мәйітіміз басы аман болып, дене мүшелері шашылған жағдайда, мысалы мүмкін авария болған жағдайларда, сондай уақытта дене мүшелерін, ағзаларын жинау мүмкіндігі болса, жинап, оны жуамыз. Ал егер дене мүшелерін жинау, оны жууға келмейтін болса, қолымызға жылы су алып, сол жууға болмайтын ағзаларға сеуіп қоюдың өзі жетерлі болады. Енді мәйітті шомылдырып дәрет алдырудан бұрын, ол кісінің сол истинжа дейді, әурет жерінің тазалығын сақтаймыз. Яғни желкесінен сәл көтеріп, ол кісінің қарнын жай сылап басамыз. Егер сол жағдайда әуретінен нәжас шыққан жағдайда оны тазалап жуып тастаймыз, алды не арты әуретін. Одан кейін
дәрет алдыруды бастаймыз. Алдырудан бұрын біз ол кісінің истинжасын, яғни әурет жерін тазалаймыз. Яғни ол кісінің желкесінен көтеріп, қарнын жай басып, сылап көреміз. Басып. Сол кезде басқан жағдайда, егер алдынан не артқа әуретінен нәжас шығатын болса, сол нәжас жерін тазалаймыз, истинжа қыламыз. Яғни су құйып, сол әурет жері жабық болу керек. Яғни мәйіттің болсын, мұсылманның мұсылманға әуреті кіндігінің асты мен тізесінің арасы ұятты әуреті жері болып саналады. Осы жерге көзіміз түсуден сақтануымыз керек. Яғни ол жерге қарау харам болып есептеледі. Сондықтан біз ол жерін жауып қойдық, әурет жерін жауып қойдық та, соның астынан су құйып, әурет жерін жуып аламыз. Әурет жері жуылады. Енді істинжа жасап болған соң, ол кісіге тахарат алдырамыз. Тірі адам тахарат қылған уақытта қол жуылатын ағза болғандықтан жууды қолдан бастайды. Ал енді мәйіт болса, олны бетін тахаратын басқа біреу алдырғандықтан біз мәйіттің бірінші бетінен бастап жуамыз. Беттерінен бастарынан осылай жонтырамыз. Және аузына келген уақытта мәйіттің аузы мен мұрнын сумен жуу мүмкіндік болмағандықтан сол шүберекті сулап, оның мұрнына және сұқ саусақпен, бас саусақпен сол жағы аузын қызыл иегін жақсылап жуамыз, саусақ салып. Басын жуар уақытта, егер ол кісінің шашы болатын болса, шашын шампунь сияқты немесе сабын сияқты заттармен оны жуып, қалған денесін солай жуамыз. Ал енді шашы жоқ болған жағдайда судың өзімен жуып қою, бір рет жуындыру бұл парыз. Ал енді оны 3 реттен жуу мұстахаб болып саналады, есептеледі. Оны жуар уақытта енді бірінші ол кісіні мәйітті жуындыруды бастаған уақытта сол желкесімен жатқызып, бірінші оң жағын жуып аламыз. Басынан бастап денесінің соңына дейін осылай алдын, артқы жақтарын жуып аламыз. Мәйіттің арқа жағын жуу үшін оны жерге ет бетімен жатқызу шарт емес. Осылайша жамбас жатқызып, оң жағынан жуып аламыз. Оң жағын жақсылап жуып болған соң, оны жатқызып, оң желкесіне майыстырып, қисайтып, сол жағын жуамыз. Осылайша бір рет жуып, егер денесі мәйіттің таза болған жағдайда, осылай бір рет жуу парыз болады. Егер денесі сол бір жуумен кетпейтін, екі жуумен кетпейтін жағдайда, оны сабын сияқты затпенен немесе шампунь сияқтымен шампундап жусақ. Енді мәйітті жақсылап жуып болған соң, ол кісінің мәйіттің үстін құрғатамыз. Яғни сүлгімен ол кісінің беттерін, шаштарын, денелерін сүртіп кептіреміз. Ал енді әурет жеріне келген уақытта әуретін жауып тұрамыз да, орында жуылған алып тастап, ол жерлерінде сүртеміз. Осылайша денесін кептіріп, денесінен табытқа кебінге салардан бұрын ол кісінің сол жағы басына және сақалдарына ханут иссуын сүртеміз. Және сәждеге барған 7 ағзасын, яғни маңдайына және мұрнына, 2 алақаны, 2 тізесі, 2 табанына, яғни сәждеге
сәждеде тиетін ағзаларына кафур деген тәтті суды сүрту бұл сүннет амал екен.